Так, сонымен физика талдаймыз. Физикадан не талдаймыз? Жалпы ұтуының ішінен или пробный тест тапсырып көреміз. Давайте біреуін көрейік, пробный тест. Себебі ашылған екен, кеше жабық тұр. 0611 500 968. Так, қазір бір минут. И ары қарай деп басайық. Менің ойымша, бірақ айта кетейін, мына жерде дүниежүзі тарихы қосылып кеткен екен. Қазір бітірейік. Бірақ нұсқаға бар негізінде. Мен уже математикалық сауаттылықтан байқадым. Значит, басқаларында да сондай деп ойлаймын. Так, математика, физика таңдаймыз, тестілеуді бастаймыз, ары қарай кеттік. Қазір 1 минут. Так, сонымен ағай бастауға болады. Нұсқа ғана ма, мен тапсырып көрдім дейді. Бәрін тапсырып көрдім ба, Альбина? Қандай екен сұрақтары? Қазір ал Б плюс деп баса кетейік. Дайынбыз ағай, басасақ басайық деп. Сәлеметсіз, сәлем. Б плюс деп басып кетейік. Окей. Енді физика енді математика сияқты емес қой. Созылып кетпейді деп ойлаймын. Бітіреміз. Қазір мына жерде 45-тен 45-ке ұруымыз керек енді. То болмай қалады. Так, сонымен мына жерде физика. Кеттік. Дене 10 метр секунд тұрақты жылдамдықпен біраз жол жүріп, келесі 5 секундта негіз мен мына жағын сәл кішірейтіп алғаным дұрыс сияқты. Ал мынаны үлкейтіп. Бетоннан жауып тастағаным да дұрыс. Ал бастапқыда дене 10 метр секунд жылдамдықпен жүрген екен. В нолевой 10 метр секунд жылдамдықпен біраз жол жүреді. Келесі 5 секундта 2 метр секунд үдеумен жалғастырады деді. Екінші бөліктегі соңғы жылдамдықты тап дейді. Қараңыздар, бізде сонда екі бөлік бар. Бір бөлігі міне мынандай бөлік. Бұл S1 болады. Екінші бөлігі ол енді әрине үдеумен жүргендегісі, ол сәл ұзынырақ болады. S2. Енді бізде осы жерде, мына жерде тұрақты жылдамдықпен жүрген. Мына жерге келген кезде ол өзінің жылдамдығын не істейді? Арттыра бастады деген сөз. Сонда мынау соңғы нүктедегі жылдамдығын сұрап жатыр. Өздерің білесіздер, жылдамдықтың формуласы біреу-ақ. V тең V нолевой плюс минус АТ. Дұрыс па? Осы формуламен шығады. V нолевой бар бізде, уақытымыз бізде бар, Т тең 5 және үдеуімізде бар. Ол 2 метр секунд квадрат. Сонда орнына қоятын болсақ, V нолевой бізде 10 қосылған болады, үдемелі қосылып бара жатыр. 5 көбейтілген 2 тең болады 20-ға. Так, келісетіндер 1 плюс. Келісетіндер 1 плюс. 20 метр секунд болады бұл жерде. Кеттік. Екінші есеп енді. Мынаны түсе білейік ары қарай. Белгіледік қой, бұны. Окей, белгіледік. Енді екінші есеп. Бір-біріне перпендикуляр бағытталған 2 ньютон және 5 ньютон күштердің әрекеттері дейді. Тең әрекетті күшті дейді. Тең әрекетті күш деген қортқы күш дегенін білдіреді. Яғни бізде F1 ол бізде 12 ньютон ғой, дұрыс па? Ал F2 ол бізде 5 ньютон. Бір-біріне перпендикуляр десе, онда Пифагор теоремасын қолданамыз. Біреуі былай қарай кеткен деген сөз, біреуі былай қарай кеткен деген сөз. Сонда қортқы күштің суреті мынандай болады. Так, сонымен F қортқы күш тең болады түбір астында F1-дің квадраты, F2-ның квадраты. Ең әрине, сонда түбірде 12-ның квадраты мен 5-дің квадратын есептейміз. Бұл бізде 13 болады. Егер қарағы көз және логикасы өте мықты оқушылар болса, сразу айтады. Бұл 13 ағай деп қояды. Енді бұл екінші есеп.
Келесі. Үшіншіге барайық. Массасы 280 грамм, көлемі мынандай идеал газ молекулаларының орташа жылдамдығы 300 метр секунд дейді. Газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы. Значит, бізде не бар? Қысым мен жылдамдық туралы әңгіме кетіп жатыр. Және масса да бар екен, көлем де бар екен. Бізде мынандай форма бар еді. P тең 3/1 m нолевой n v квадрат деген осындай форма бар еді бізде. Бұл МКТ-ның негізгі теңдеуі, егер естеріңде болса. Және біз айтқан едік, егер де дейді, кімде дейді. Мынау m нолевой мен n-ді көбейтетін болсақ дейді, онда бізде ро шығады деп айтады. Сонда қысымның формуласы ол 3/1 ро в квадрат. Бірақ бізде ро жоқ. Роны былай табуға болады. Ро дегеніміз массаның көлемге қатынасы. Яғни 280 грамм дегенді біз 0,28 деп аламыз. Килограммға айналдырып сразу. И 0,2-ге бөлеміз. 0,28 бөлеміз 0,2. 1/4 екен. Көрінбей жатыр. Міне 1/4 міне. Тығыздығы 1/4. Енді ары қарай қысымға қоямыз. Сонда қысым дейді 3/1 ро деген 1/4, в квадрат дегеніміз ол 300-дің квадраты 900. Тоқтай тұр. 9 артында 4 нөл болады. Енді мынамен мынау қысқарса 30 мың. 30 мыңды 1/4-ке көбейтетін болсақ, көбейтеміз 1/4, ол бізде 42 мың болады екен. 42 мың. Ондай бар ма жауап? 42 мың деген астында бар болу керек. Е жауабы. Сұрақ бар ма? Осы есептен сұрақ болса қойып алайық. Бұл үшінші есеп болды. 3+. Негізгі формула мынау. Менделеев-Клапейрон теңдеуі емес бұл негізінде. МКТ-ның негізгі теңдеуі. Көп оқушылар жасады да, андай тек сендер формулаға ғана қарайсыңдар да үйретіп отқан кезде. Ал былайша ненің формуласы ол, қандай сөз жазылған ана үстінде, соған қарау керек негізі барлығына. Кеттік. 4-ке барайық. Массасы 3 кг керосин толық жанғанда бөлінетін жылу дейді. Оны сендер білесіңдер, Q тең QM екендігін. Болды. Сонда Q тең 3 көбейтілген 46 дей салайық. Мегаджоуль бола берсін. Мегасымен бірге алайық. 46-ны 3-ке бөлсек, примерно менің ойымша 132 бола ма? 138 мегаджоуль болады. Ойша шығардым, тексеріп көріңдер. Енді мына жерде бәрі сондай сияқты ғой, 138-ге келіп тұр ғой. Сондықтан 138 мегаджоуль деген С жауабын белгілейміз енді. Келіскенде 4+. Оқушылар, қазір айта салайын, мен азаннан бері тоқтамай сабақ беріп жатырмын. Білмеймін енді, что-то соңғы күндері сондай болып қалды менде. Шатасып қалуы мүмкін, сол үшін сендер жауабын қате белгілеп қойсаң, қарап отырыңдар. Бірақ мен шығарып аламын. Бұл деген шығарамайды деген сөз емес еді. Бағана бір тест сөйткенбіз. Дұрыс шығар, бірақ жауабын қате аламын. Нүктелік зарядтардың біреуін 4 есе арттырғанда дейді, өзара әрекет етуші күш өзгеріссіз қалу үшін дейді, олардың орналасу қашықтығы қандай еді. Зарядтардың біреуін 4 есе арттырғанда дейді. Қараңыздар. Зарядтардың біреуі дегеніміз ол бізде F тең Кулон заңын білесіңдер ғой өздерің. K Q1 Q2 бөлінген R квадрат деген формула бар, Формула бар осындай. Енді қараңыздар. Бізде зарядтың біреуін біз 4 есе арттырсақ, значит күште 4 есе артады деген сөз. Ал енді осыны 4 есе арттырмайтын қылып, яғни қайтадан 4 есе кемітіп тастайтын қылу үшін не істеуіміз керек? Арақашықтықты 2 есе арттыру керекпіз. Неге? Себебі арақашықтықты 2 есе арттыратын болсақ, мына жақта формулада квадрат бар ғой. Значит, арақашықтық 2 есе артса, ал r-дің квадраты 4 есе артады деген сөз. Ал бұл деген сөз f кемиде 4 есе. Түсіндік қой? Қайталап айтамын, егер сен мынаны 4 есе арттыратын болсаң, мынаны керісінше не істеу керексің? Бұны арту керексің, бірақ 2 есе ғана. Себебі бір-біріне бұлар қарама-қарсы. Сұрақ бар ма? Теоретически болып кетті мынау енді. В жауабы дұрыс. 5+. Окей, түсінікті. Серпеде тербеліп тұрған жүк 8 секунд ішінде 32 тербеліс жасайды дейді. Тербелістің периоды. Периодтың формуласы өздерің білесіңдер, уақыттың n-ге қатынасы, дұрыс па? Осындай формула. Сонда 8-дің 32-ге қатынасы немесе 0,25 деп алсақ болады. С жауабы дұрыс болады. Келесі. Графикте айнымалы ток күшінің қуатқа
уақытқа тәуелділігі көрсетілген дейді, сәйкес тоқтың периоды дейді. Период деген өздерің білесіңдер. Егер мынаны қараңыздар, мен мынаны айнытпай салатын болсам, мынау таудан түседі. И ол таудан қайтадан шығу керек. Сол таудан түскен жағы мен шыққан жағы екеуінің арасындағы өткен уақытты айтамыз біз. Ол бізде 4 секунд енді. Қарасаңыздар. 4 көбейту 10-ның -2 дәрежесі секунд. Не үшін? Себебі мына жерде 10-ның -2 дәрежесі деп айтып қойған екен. Сол үшін жауап не болады? 4 болады. Период деген сөз сондай. Ал егер мынаның орнында метр тұратын болса, онда толқын ұзындық. Сосын жаттап алыңдар. Егер секунд деген тұратын болса, онда период. Ал метр тұратын болса, лямбда. Немесе былай В жауабын айтуға да болады. 4 көбейту 10-ның -2 дәрежесі деген ол 0,104. Келесі. Жиілігі 0,85 кГц, 850 кГц. Көзінен жылдамдық бізде 340 метр секунд. Толқын ұзындық дейма бізге? Бізде мынандай формула бар еді негізінде. Толқын ұзындық дегеніміз жылдамдықпен периодтың көбейтіндісі. Немесе периодты жылдамдық бөлінген жиілік деп алсақ болады. Енді осы жерде қорытындай келе, толқын ұзындық не десек болады? Жылдамдықтың жиілікке қатынасы десек болады. Яғни жылдамдық дегеніміз бізде ол 340, ал мынау енді қараңыздар, килосымен бірге алатын болсақ 850-дің өзі болады. Себебі 1000-ға көбейтеміз. Сонымен жауап бізде 340-ты 850-ге бөлеміз деген сөз. 0,4 метр екен. Сұрақ бар ма? Енді формуласы біреу-ақ мына жерде міне. Ана 850-ді килосы бар болғандықтан солай алдық. 8 плюс 8 сынып болса. 0,4 Е жауабы. Окей, кетті 9-ға барайық. Суретте көрсетілген электромагниттік толқынның қасиеті дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде шағылып тұр негізінде. Сынуға келмейді, ол сынса ол арғы бетке өтіп кету керек еді. Интерференцияға никак келмейді. Бұл жерде геометрияны көріп тұрсыздар ғой. Былай бұрыш, сондықтан шағылу бұрышына келеді. Яғни шағылу заңына. Жұтылуға келмейді, поляризацияға келмейді. Сондықтан не болады бұл? Шағылу болады екен. Келесі, 10-шы есеп. Ауадан сыну көрсеткіші 1 жаным болатын шыныға өткенде қызыл жарықтың жиілігі дейді. Енді әңгіме жиілік туралы болатын болса. Естеріңізде болсын, жиілік бізде өзгермейді. Ереже сондай. Бірінші ортадан екінші ортаға өткен кезде деген нәрсені айтқанбыз біз. Нелер өзгереді, нелер өзгермейді деп. Мысалы, ауадан шыныға өткен кезде, немесе шыныдан қайтадан ауаға өткен кезде, судан ауаға, ауадан суға дегенде. Сондықтан бізде не істейді? Жиілік өзгермейді. Сұрақ бар ма? Айта салайын, мысалы, бір ортада жүрген кезде өзгермейтін жылдамдық ол бізде. Яғни жылдамдық конст болып қалады. Енді дұрыс қой. Ауада мысалы сенің жылдамдығың қандай болса, тура солай кете бересің. Тура сол ортада. Ал өзгеретіндері олар толқын ұзындық және жиілік период. Себебі олар енді энергиясы таусылуы мүмкін, немесе басқаша болуы мүмкін. Ал енді екі ортада болатын болса, не өзгермейді ағай десеңдер, өзгермейтін шама ол жиілік болады. Жиілік өзгермейді. Енді осыған сәйкес не болады? Период та өзгермейді. Себебі жиілік пен период олар дос бір-біріне. Сонымен жауап бізде өзгермейді болады екен бұл жерде. Сендер шатастыру үшін өзгереді, өзгермейді деп олай айтып қойғанда. Келесі. Балқу температурасы 6 кг темірдің жартысын балқыту үшін қажетті жылу мөлшері дейді. Балқу температурасына 6 кг темірдің жартысын дейді. Онда бізде мынандай ғой. Q тең лямбда М деген формула, Q тең лямбда М. Бірақ енді темірдің жартысы десе, онда жартысын аламыз ба біз? Жартысын алатын сияқтымыз. Сонда Q тең 6 көбейтілген 270 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. 6 көбейтілген 270 ол бізде 1 миллион. Сонда анау
1620 болады екен ғой. 1620 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Так, мынау А жауабы келіп тұр. Мен жартысын алмадым ғой оның, себебі 6 килограммның өзін қойып қойдым ғой. Сондықтан біз енді жартысын десе, жартыға бөлуіміз керек бұны еще тағы. Сондықтан ол бізде 810 килоджуль болады. Сұрақ бар ма осы есепте? Бірақ менің ойымша, осы есеп кішкене қате болып қала ма деп күдіктеніп отырмын. Неге? Себебі ол балқыту температурасына жеткен кезде, ол жартысын балқыту, полный балқыту дегенге қарамайды ол. Сол бір жылу кетеді. Менің ойымша да. Бірақ енді формулаға сәйкес жартысын алып шығара салдық қазірше. Бірақ 11-ші есепте есте болсын, Дұрыс болса, оны значит біздікі дұрыс деген сөз. 11 есте болсын. Жазбаңызшы, 11-ді еске сақтаймыз деп. 11. Кетті келесі. Ал неге? Алмай қалды. Все, кеттік. Енді 12 барайық. Күмістің нитратын 1 сағат электролиздеу кезінде катодта бөлінетін күмістің массасы дейді. Бұл енді бізде мынандай формула бар еді ғой бізде. Фарадейдің формуласы М тең кит деген формула бар еді. М тең кит. Енді бізде Т деген уақыт, ол бізде 1 сағат екен. 1 сағат, немесе оны секундқа айналдырсақ 3600 секунд. Дұрыс па? 3600 секунд. Енді күмістің массасы ерітінді бізде У тең болады 6 вольт кернеу көзінде, оның кедергісі R тең болады 4 омға. К тең болады 1/118 көбейту 10-ның -6 дәрежесі. Все. Енді не жоқ бізде? К бар, тек қана I жоқ екен, Айды тауып аламыз біз енді оны. I тең болады U бөлінген R. Яғни 6 вольтты 4 омға бөлеміз. 1,5 болады. Енді орнына қойайық. Сонда М тең К дегеніміз 1/118 көбейту 10-ның -6 дәрежесі. Одан кейін барып ит дегеніміз ол бізде 1,5, ал анау 3600. Сандарды көбейтейік бір-біріне. 1/118 көбейтеміз 1,5 көбейтеміз 3600. 6037. 10-ның -6 дәрежесі. Немесе мынау 6 грамм дегенге келді ма? 1 миллионға бөліп жазсақ. Келеді ғой, себебі бұл килограмм ғой. Егер килограммды граммға айналдыратын болсақ, 6037 көбейту 10-ның -3 дәрежесі қалады. Грамм. Немесе бұл 6 грамм. Бе жауап келеді. 12 плюс түсінікті болса. М тең кит деген формуланы шығардық. Бұл Фарадей заңы. Это Фарадей. Ал кеттік 13-ке барайық енді. Тербеліс жиілігі 1 кГц, индуктивті кедергісі мынандай, айнымалы ток тізбегіндегі тербелмелі контурдың индуктивтілігі дейді. Тербеліс жиілік берілсе міне 1 көбейту 10-ның 3 дәрежесі герц. Индуктивті кедергі дейді. Ол бізде XL болады. Кило деген бар екен еще тағы, 10-ның 3 дәрежесі Ом. Одан кейін барып ток тізбегінің тербелмелі контурдың индуктивтілігі L. Енді бізде мынандай формула бар еді. XL тең болады омега L. Осы омеганың өзін ашатын болсақ, ол бізде 2π ню. Сонда орнына қоятын болсам, XL тең болады 2π ню L. Осы жерде L табайық. XL бөлінген 2π ню. Сонда XL-іміз бізде 31-ге 4 көбейту 10-ның 3 дәрежесі, бөлеміз 2 көбейту 3-те 14 көбейтеміз ню дегеніміз бізде қаншаға тең? Жиілік бізде 10-ның 3 дәрежесі тең. Мынау мен мынау кетеді, мынау мен мынау 10 болады, 12-ке бөлсең 5. А жауап. Сұрақ бар ма? Сонда бізде екі формула қолдандық бізде. Біреуі индуктивті кедергінің формуласы, екіншісі соның ішінде циклдік жиіліктің формуласы. 14-ке барайық. Екі жазық айна өзара 90 градус бұрыш жасай орналасқан дейді. Екі жазық айна бар екен. Арасы 90 градус екен. Енді бірінші жазық айнаға күн сәулесі 20 градуспен түседі дейді. Одан шағылып екінші жазық айнаға түскен бұрыш дейді.
Оны былай салайық енді, қараңыздар. Бірінші, түсу бұрышы деген нәрсені біз біліп алуымыз керек. Түсу бұрышы деген не ол? Не пәле ол түсу бұрышы деген? Ол мысалы мынандай, қараңыздар. Мынау айна болатын болса, айнаға біз міндетті түрде не істеуіміз керек? Перпендикуляр жүргізуіміз керек. Сол перпендикулярға салыстырып градусын айтамыз негізінде. Ол айнаның өзімен емес, құрметті оқушылар. Сол сияқты, мынау бірінші айнаға біз перпендикуляр жүргізайық. Осылай айнада 90 градуспен. Яғни мынау айнамен не болады? Параллель болады. Сонда біз мынау 20 градус бұрышпен түскен десе, былай түскенде сонда мына жағы 20 градус. Түсіндіңіздер ма? Айнаның өзімен 20 градус жасамайды. Керісінше ол жақпен 70 градус жасайды. Айнамен салыстырмаймыз бұрыштарды. Бұрыш берілді ма? Болды. Онда сен оны не деп ойлау керексің? Бұрыш берілсе, ол енді немен байланысты? Осындай перпендикулярмен байланысты болады әрқашанда. Ары қарай. Енді ол түскеннен кейін геометриядан білесіңдер, былай түссе, значит ол былай да түседі. Яғни мына жағы 20 градус болады. И былай барады. Енді осы кездегі маған түскен бұрышын тап дейді. Ол түскен бұрышын тап десе, қайтадан біз не істеуіміз керек? Мынаған перпендикуляр жүргізуіміз керек. Сонда мен тауып керек мынаны. Қысқасы түсу бұрышы десе, айнамен жасалмайды ол. Түсіндік қой? Айнамен жасалмайды. Ал енді бұны табу өте оңай, себебі бізден ана жағы 90 градус, сондықтан 20 болса, 70 градус болады. Альбина дұрыс айтты. Сұрақ бар ма? Осы жерде. Кімде сұрақ бар, қойып алсын, немесе 14+. Қысқасы, түсу бұрышы, шағылу бұрышы десе, оның барлығы айнамен емес, перпендикулярмен жасалады. Егер әрине сәл асығыстау айтсам, қайталауын көріп аласыздар. Әдемілеп тұрып ережесін жазып аласыздар. 70 градус болады бізде. Жермен салыстырғанда дейді, 2-4 метр секунд жылдамдықпен қосылған ғарыш кемесінде 6 жыл уақыт өтсе, жерде өткен уақыт. Ал уақыттың релятивистік формуласы қандай еді бізде? Т тең. Так. По-моему, Т нолевой көбейтілген 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат. Так, кішкене шатасып тұрмын. Сол үшін таба салайық, міне іздеп. Уақыттың релятив. Не просто бөліне ма, көбейтіле ма, соны білмеймін. Релятивистік формуласы. Бөлінеді екен бұл. Бөлінеді екен. Онда мынау мен қате жазып қойдым деген сөз. Осыны бір отырып алып жаттау керек маған. Үйреткенде енді қарап үйретемін ғой мен. Т нолевой бөлінген бәрібір мұғалім болғаннан кейін көп нәрсені ұмытасың. Вот осы нәрсе. Ары қарай 6 жыл уақыт өтсе, ғарыш кемесінде 6 жыл өтсе. Енді қараңыздар, бұл жерде ғарыш кемесі деген ол бізде Т керісінше. Т нолевой емес. Т нолевой деген ол бізде не болады? Т нолевой деген ол жердегі уақыт, өткен уақытта, түсініп тұрсыздар ма? Жердегі өткен уақыт Т нолевой деген. Енді ана жақтағы ол бізде Т 6 жыл уақыт өткен. 6 жыл. Есептеп табайық онда. Біріншісіне түбірімен есептеп алайыншы. 1 минус В квадрат дегеннің орнына. В квадрат дегеннің орнына. Давайте мен былай алайын. 2-4 көбейту 10-ның 8 дәрежесі дегеннің орнына мен қалай алсам болады екен? 0,8 С деп алсам бола ма? Неге? Себебі енді әрине бұл қиын болып кетуі мүмкін сіздерге. Мысалы, 3-ті кімге көбейтсем 2-4 деп аламын да мен. Ол бізде 0,8-ге көбейтсек 2-4 екен. Себебі мен сендерге айтқам. Егер сендерде жылдамдықтарың 0,8 С болса, онда мынау түбірден шығатын нәрсе 0,6 болады. Қайталап айтам. Мен сендерге мынандай тез жылдам, яғни лайфқа көрсеткен. Егер біздің жылдамдығымыз 0,8 С болса, яғни жарық жылдамдығының 0,8-іне тең болса, онда сенде түбірден шығады 0,6 деген сан. Ал егер сенің жылдамдығың жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда түбірден 0,8 шығады. Яғни мына түбірдің өзін біз естімесек болады екен қазір.
сұрақ бар ма? Просто мен мынау 2-де 4 дегенді 3-тің қаншауы деп алдым? 0,8 деп алдым. Ол қиын емес деп ойлаймын. Немесе ерінбей мынау в-ның с-ның орнына қойып шығарсаң да болады. Мен енді жылдам шығару жолы. Сонда мынаның өзі 0,10-нан қандай болады? 6 болады. Орнына қояйық енді. Сонда т тең т нолевой бөлінген 0,6, т-ның орнына мен 6-ны қоямын. 6 көбейтілген 0,6 ол т нолевой болады. Т нолевой тең 6 көбейтілген 0,6. 6 болып қалды ғой бізде. Үште 6 болып қалды ғой. Бірақ ол енді под вопросом болып тұр да. Егер ол жермен салыстырғанда 2-де 4 метр секунд жылдамдықпен қозғалатын болса, ол жерде енді ғарыш кемесінде 6 жыл уақыт өтсе, керісінше жерде негізі баяу өтпей ма? 10 болу керек дейді. Яғни өте көп болу керек қой, жерде керісінше көп болу керек. Сондықтан біз керісінше алып қойдық ғой походу. Яғни т нолевойды керісінше 6 деп аламыз да, т-ның өзін осылай аламыз. Давайте ережесіне қарайық. Так, бұл жерде енді ережелерін табу қиындырақ сәл. Ережесін сразу қарай салайық. Так, жылдам. Енді мынау түсіндірмесі кәдімгідей мида ашылады. ютубта нелерде бар. Так, жарайды, мына жерде таппадық енді. Кішкене ғана. Қазір табып қаламыз. Уақыттың релятивистік қысқасы жерде көп уақыт өту керек, соны біліңіздер. Сен қандай да бір жылдамдықта ұшып бара жатсаң, сенің уақытың аз болады жердегіге қарағанда. Себебі киноларда бар ғой сондай, мысалы ғарышпен ұшады, ол жақта бір 6 ай өтсе, сенде 100 жыл өтіп кеткен уже жерде. Сондықтан біз керісінше аламыз енді. Яғни 3-те 6 бөлінген керісінше 6 бөлінген 0,6 тең т дейміз да, осыны табамыз. 6-ны бөлсек 0,6-ға, ол бізде 10 болады екен. Сондықтан мынау үлкен жауап болады негізінде. Біз сәл керісінше алып қойған шығарымыз деп ойлаймын. Ол жақта 1 жыл бізде жерде 36-та шығар дейді. Сондай примерно. Ол жақта 6 жыл өтсе, бізде сонда не болады? 10 жыл өткен деген сөз. Жерде баяу өтеді, естерінде болсын, осындай жағдайда. Яғни жердегі уақыт көп деп аламыз. Фотоэффект кезінде тежегіш кернеуі 0,8 болса, фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы қандай деді. Ол енді мынандай форма бізде. Кинетикалық энергияның формуласын өздеріңіз білесіздер. м(b квадрат бөлінген 2) деген, немесе оның eu деген формуласы да бар. Осы екеуін теңестіреміз енді. Жылдамдық керек болса бізге 2 былай қарай өтеді. м(b квадрат ол бізде 2eu, b дегеніміз ол тұнда түбірасында 2eu бөлінген m. Сонда жылдамдық тең түбірасында 2, 1-де 6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі, u дегеніміз 0,8, бөлеміз 9-да 1 көбейту 10-ның минус 31 дәрежесі. Так, сандарды қарайық бірінші. Ой, калькулятор дәу болып ашылады. 2 көбейтілген 1-де 6, көбейтілген 0,8, бөлеміз 9-да 1. Так, ол түбірден қанша шығады енді? 0,53 шығар екен. 0,53. Ал мына 31 плюс 31 болып өтетін болса, 12 дәреже ғой. Ал ол 10-ның 6 дәрежесі болады. Онда немесе 530 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі алса болады. Яғни 300 жылжып. Немесе 530 километр. В жауабы. Түсінікті ма? 16 плюс.
530 километр секунд болады. Мына жерде енді басқаша сан жоқ екен, тек қана 53 деп басылатын осы ғана сан. 17. Атуға дайындау үшін ойыншық пистолеттің серіппесін 12 ньютон күшпен 3 сантиметрге созады дейді. Тік жоғары атылған массасы 2 грамм оқтың ең жоғары көтерілу биіктігі дейді. Ауаның орташа кедергі күші мынандай дейді. Опа. Ауаның орташа кедергі күші де бар екен еще бізде. Охо, түсінікті. Қараңыздар. Қысқасы былай. Жоғары қарай бір автоматпен оқ атайын деп жатырмыз. Мынандай бір автоматпен. Так. Фук жоғары қарай атамыз. Оның потенциалдық энергиясы болады. Kx квадрат бөлінген 2 деген. Сразу еске салыңыздар. Или күшпен деп тұр ғой. Онда мынандай формула бар бізде. Осы жерде x квадрат деген ашатын болсақ, kx деп ашылады, дұрыс па? Мынаны f деп алуға болады. Сонда fx бөлінген 2. Есептей салайық. fx дегеніміз ол бізде f деген 12, ал x деген 3 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. Бөлеміз 2-ке. 18 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі қазірше. Сондай энергиямен атылады екен. Тік жоғары атылған массасы 2 грамм оқтың ең жоғары көтерілу биіктігі дейді. Енді ол көтеріліп жатыр ғой, дұрыс па? Көтерілген кезде оның потенциалдық энергиясы болады. mgh деген. Бірақ естеріңізде болсын, бұл жерде кедергі күші бар болса, значит, мынау атылған потенциалдық энергия мен сол жақтағы потенциалдық энергия бір-біріне не болады? Тең болмайды. Азаяды деген сөз. Себебі сенде мысалы базарға барар кезде 10.000 теңгең болды, бірақ базарға барған кезде энергияңды алып жатыр. Яғни сен сатып алып қойып жатырсың бір нәрселер. Сен ақшаңыз азаяды деген сөз. Сол сияқты бұл жерде. Сондықтан бұл жерде кедергі жұмысы бар деп ойлайық. Кедергі жұмысы бар. Сонда сенің мынау басындағы потенциалдық энергия, яғни енелеп ой деп қойыңызшы, ол кімге кетеді? Жаңағы кедергіні жеңуге кетеді, яғни екінші энергияға кетеді. Яғни мынау кедергі кеткен күшіңмен соңында жатқан энергияң екеуінің қосындысы бастапқы энергияға тең болады. Сұрақ бар ма қазірше? Қазірше сұрақ бар ма? К плюс деп басайық, түсінікті болса. Мағынасы осындай болып тұр да есептіңізші. Окей, онда жақсы. Ал енді ары қарай қалай шығарамыз? Құрметті ағай. Қалай шығарамыз біз? Бұл былай шығады қазір. Так. Бастапқы энергия бар бізде. 18 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. Жұмысты қалай аламыз? Жұмысты FH деп алсақ болады. F уже бізде бар, 12 көбейтілген H, ал E2 ол қалай аламыз? Ол mgh деп аламыз. Бірақ оның H жоқ қой. Сол үшін ол просто H болады да mg-ін ғана шығарамыз. mg дегеніміз 2 грамм деген 2 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. Жазып қойған 2 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. И 10 көбейтеміз H. Сонда 18 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі тең болады 12 көбейту H. Қосылған мына екеуі 0,2 H болады. Сонда 12-де 2 H тең болады 18 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі болса не болады сонда? 0,18 бола ма? H тең 0,18 бөлеміз 12-де 2 болып кетті ғой. Жота. Ал бізде мына бәрінде метр тұр. Кешірім сұраймын, мына жерде милли ньютон деген бар екен ғой. Мен оған қарамаппын ғой. Милли ньютон деген бар екен. Соны қарастырмай кетіппін. Кешірім сұраймын. Еще мен жаңағы FH деген формула бар ғой. Сол F-тің орнына мен жаңағы 12-ні қойып қойыппын. Ол қате негізінде. 12-ні қойып қойған дұрыс емес. Кімді қоюым керек еді? Мынау жақшаның ішінде берілген кедергі күшін қоюым керек еді. Қабат деген ай. Сондықтан не істейміз? Мойымаймыз. 4 милли ньютон дегеніміз ол бізде 0,004 болады. Дұрыс па? Сондықтан 0,004. Так. Енді 0,004-ке мына жерге жазып қойын 0,004. Так, етейік. 2 қосылған 0,004. 2-де 4 болады екен. Ойбай, кешірім сұраймын. 2 емес. 0,2 қосылған 0,004. 0-де 2 4 болады.
0-де 204h тең болады. Мына жақта 0,18, h тең 0,18 бөлеміз 0,204. Сонда 0,18 бөлеміз 0,204. 0,8 шығар екен. Так, ондай да жауап болмай тұр бізде. Қай жерден қателестім? Давайте басынан шығарайықшы. Найза айтса, мен ашып кетеді. Ағай дейді. Я, айта бер айым. Так, серіппенің потенциалдық энергиясы К X көбейту X деп алдық, бөлінген 2 деп. 2 грамм 0,02 дейді. Мен сондықтан ескермей кеттім ғой. Жарайды, мына жерде қайтадан шығарамыз қазір. Мынаны F деп алдық біз бағана. Сол үшін бізде потенциалдық энергия Fx бөлінген 2. Бұл бірінші энергия. Енді екінші энергия біз не? Сонда қараңыздар. Fx бөлінген 2-ні теңестірдік. mgh қосылған fh-ға. Осы жерде F-ті орнына қоятын болсақ, 12 көбейтеміз 3 см дегеніміз 3 көбейту 10-ның -2 дәрежесі. Бөлеміз 2-ге. Тең болады. mgh, m дегеніміз 2 көбейту 10-ның -2 дәрежесі, -3 дәрежесі. Грамм деген, е? И 10 көбейтем h қосылған 4 көбейту 10-ның -3 дәрежесі. h. Мына мені қысқарады. 18 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі тең болады. 20 көбейту 10-ның -3 дәрежесі h қосылған 4 көбейту 10-ның -3 дәрежесі h. 24 көбейту 10-ның -3 дәрежесі h. Тең 18 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі. Енді осы жерде h табатын болсақ, 18 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі бөлеміз 24 көбейту 10-ның -3 дәрежесі тең болады. Мына мені қысқарады. Үстіне 10-ның 1 дәрежесі барады. 180-ді бөлеміз 24-ге. Кеткен болады екен, е? Так, түсінді ма? Формула дұрыс. Несінен қателесіп отырмыз өзіміз. Сандарынан. Ал кеттік онда. 18. Радиусы 5 см, шеңбер пішінде өткізгіш раманы қиып өтетін магнит ағыны мынандай болса, ішінде мынандай веберге өзгереді дейді, өткіштердің электр өрісінің кенеулігін таппайды. Охо. Так, радиус бізде 0,05 метр. Мынандай уақыт ішінде 5-те 9 көбейту 10-ның -3 дәрежесі секунд. Так, магнит ағыны десе дельта F. Ол тең болады 18-де 6 көбейту 10-ның -3 дәрежесі вебер. И электр өрісінің кернеулігін таппайды. Так, кернеулікті біз қалай тапсақ болады екен? Кернеулік. Кернеулікке байланысты бізде F бөлінген Q деген формула бар. Күштің формуласы. Бірақ ол енді күш жоқ қой бізде. Магнит ағынына байланысты эпсилон деген формула да бар. Яғни электр қозғаушы күші. Жата мына жерде келіп тоқтап қалдық біз. Ал, кім көмектесе алады енді? Бізге электр өрісінің кернеулігін сұрап жатыр. Так, қараңыздар. Бұл енді формула мен сендерге көп келмейді деп үйреткен формула. Көп келмейді деп. Бірақ бұл конспектлерінде бар негізінде. Магнит өрісі деген тақырыпты ашатын болсаңдар. Жазып қойсаңдар. E тең болады эпсилон бөлінген 2πr. Осындай формула. Бұлай қарап тұрсаңдар, мына жерде келіп тұр, уже көз алдарында. Және мен сол кезде айтқан едім сендерге. Эпсилон деген не ол? Эпсилон деген дельта F-ның тыға қатынасы.
сонда бірінші эпсилон тауып аламыз. Эпсилон деген дельта ф дегеніміз бізде 18-де 6 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі, ал анау 5-те 9 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Мынамен қысқарады. 18-де 6-ны бөлеміз 5-те 9-ға. 3-те 15 25 дейді. 3-те 15 25. Енді орнына қояйық. Е тең болады 3-те 15 25, 2 пи деген 3-те 14. Ал анау r дегеніміз бізде қаншаға тең еді? 0,05-ке. 0,05-ке. Үстінде 3-те 15 25 бөлеміз. Жаңағымыз бізде 2 көбейтілген 3-те 14 көбейтеміз 0,05. 0,314 дейді. 0,314. Енді примерно 100-ге жақын бір нәрсе болады ғой, или 10-ға жақын. 3-те 15 25 бөлеміз 0,314. Я, 10 екен жоқтап алған кезде. Сонда мына жерде е жауабы дұрыс болады. Сұрақ бар ма? Мынау формула көп келмейтін формула. Бірақ естеріңізде болсын, құрметті оқушылар, негізінде магнит өрісінің кернеулігі деген формулада бар. Бірақ шатаспайық, бізде электр өрісінің кернеулігі берілген. Мойындаймын, мына формула көп ести қалмайды. Себебі кітаптарда ол аз шығар. Бұндай есеп жоқ та шығар. Келесі. Суретте тұрғын толқын көрсетілген дейді. Тұрғын толқын. Сурет бойынша шоғырлар сәйкес келетін нүктелер. Енді шоғыр деген қиылысатын жерлер деп қабылдайық, сонда 1, 3, 5 деген жауап бола ма, болмай ма? Қалай ойлайсыңдар? 1, 3, 5. Тұрғын толқын дейді. Енді тек қана 3 болуы да мүмкін негізінде бұл жерде. Қайсысын қиысақ болады екен бұл жерде? Шоғырлар. Так, мен тек 3 деп белгілеймін. 2, 4 емес па дейді. Не үшін? 2, 4. Не үшін олай ойладың? Шоғырға сәйкес дейді. Нүктелер. Так. Жалпы шоғыр дегенді мен түсінген жоқпын. Толқынның шоғыры дейді. Мүмкін оны іздеп көретін шығармыз, толқын шоғыры деген. Толқын шоғыры деген не дейді? Мына уже бар екен. Аха. Меніңше бүкіл нәрсе интернетте бар сияқты. Толқын шоғыры. Мәшін енді шоғыр дегенді қалай іздесек болады? Жалпы жақта іздемейді екен ғой. Так, шоғыр. Негізі осындайдың ішінен ең тез табудың жолын айтайын ба сендерге, лайфхак? Ең тез табудың жолы. Просто бүйту керек та. Копировать етесің. И салып Word-қа саласың. И PDF-ке саласың, қысқасы. И осының ішіне іздейсің. Сақтай салайық, қазірше. Қатып қалды деймін. И мына жерден шоғыр деген іздейміз қазір. Так, бізде бір ғана результат бар. Егер серіппенің болса ұшының
жағынан соғатын болсақ, онда серпе бойымен серулер мен шоғырланулар тұратын толқын жүріп өтеді дейді. Шоғырланулар дейді, бірақ ол нақты айтпаған, иә, шоғырланулар деген не ол деп. Жарайды, қазірше мынау үшеуі деп ойлаймын енді. Шоғырлану. Тағы да бір қарап көрейікші. Егер серіппенің бос ұшы жағынан соғатын болсақ, онда серіппе бойымен серулер мен шоғырланулардан тұратын толқын жүріп өтеді дейді. Серулер мен шоғырланулар. Шоғырлану ол жерде қай жерде болуы мүмкін? Давайте, мен Альбинаға сенемін енді, 2-де 4 бола берсін. Шоғырлану деген енді менің ойымша түйіндесу деген ұқсамайды енді. Шоғыр деген ең жоғарыға барғандағы деп ойлап отырмын енді. 2 мен 4 деп алам. Қате болса Альбинадан көреміз. Ойнап айтамын. 19-шы есеп есте қалсын, 19 мен 11. Келесі, радиоактивті изотоптың активтілігі 5 тәулікте 4 есе кеміді, изотоптың жартылай ыдырау периоды қандай дейді. Ал 5 тәулікте 4 есе кеміді. Уақыт бізде 5 тәулік болса, 4 есе кеміді деген сөз, яғни 4-тен 1 n қалды деген сөз ғой. n әлі қалды. 2 минус t бөлінген t. Енді мына мен қысқарады, 1 бөлінген 4 тең болады 2 минус 5 бөлінген t. Әрине t-ның орнына біз 10-ды қойсақ, онда ол 2-ның t-ның орнына 2,5 қоятын болсақ, онда 5-ті 2,5-ға бөлесің ғой. Ол бізде минус 2 дәреже болады. Минус 2 дәреже ол 4-ке тең. 1 бөліп 4-ке тең. Сондықтан 2,5 тәулік болады бізде жауап. Сұрақ бар ма? Мынау қиын емес. Просто бізде шығатын нәтиже 4-тен 1 ғана болып қалған. Яғни 4 есе кеміді деген сөз, 4-тен 1 ғана қалды деген сөз. Қайталап айтамын, бізде формула мынандай еді. n тең n нөлевой көбейтілген 2 минус t бөлінген үлкен t. Мына үстіндегісі 5, астындағысы сұрап жатыр бізден. Оны 2,5 деп аламыз. Сонда 2-ның минус 2 дәрежесі деп шығады сол кезде. Сұрақ бар ма? Бұндай сұрақ бар. 1 бөлі 4 шығу үшін 2-ның қанша дәрежесі деп ойлайсың? Ол бізде минус 2 дәреже. Ал минус 2 шығу үшін оны 5-те 2,5-ға бөлу керексің міндетті түрде. Келесі. Ал. Әткеншек тербелісі. 9 сынып оқушысы Айнұр сабақтан кейін бастауыш сыныпта оқитын сіңлісі Гүлназды әткеншекте тербетіп ойнап дейді. Айнұр әткеншектің тербеліс кезінде сіңлісі горизонталь бағытта тербелумен қатары алма-кезек көтеріліп төмен түскенін байқады дейді. Әткеншек тербелісі математикалық маятник тербелісіне ұқсас екендігін ескеріп, әткеншек жібінің ұзындығы мен үлкен ауытқу кезінде горизонталь бағытта ығысудан өлшеп алды дейді. Айнұр өлшеу бойынша әткеншек жібінің ұзындығы 2,5 метр, ал ең үлкен ауытқу кезінде Гүлназдың горизонталь бағытта ығысуы 78 см. Яғни мынау x айтып тұр саған 78 деп. Горизонталь бағытта ығысуы 78-ге тең дейді. Аха, енді әткеншектің тербеліс периодын тап дейді. Ал керек болса. Тербеліс периодын қалай табамыз? Өз формуласы бар еді ғой бізде, иә? Тербеліс периоды бізде 2π түбірасында тең 2π түбірасында L бөлінген G, дұрыс па? L деген қаншаға тең? 2,5-ға тең, бағана ғана айтты. Сонда L тең бір минут. L тең 2,5 деп алатын болсақ, T тең 2, 3-те 14, 2,5 бөлінген 10. Ол 1 бөлі 4 болады мына жақта. Түбірден 2 көбейту 3-те 14, көбейту 1 бөлінген 2 деп шығады түбірден. Сонда мына 2 қысқарады, 3-те 14-тің өзі қалады. Бірінші сұрақ кетті. Просто периодтың формуласын салдық. Гүлназдың жылдамдығы ең үлкен болатын нүкте дейді. Естеріңізде болсын, ол екінші нүктеде. Мен оның әдейі суретін салдыртып тұрып айтқам, тура ортада жылдамдығы өте көп болады. Енді әдейі түсінікті ғой. 1 мен 3-те ол кезде жылдамдықтар тоқтайды. Сол үшін тура ортада ғана болады.
түсіндік қой. Бұл теориялық сұрақ 22. Өте оңай. 23-те Гүлназдың ең үлкен жылдамдығын тап дейді. Окей. Мен сендерге айтқан едім, жылдамдықтың формуласы бар бізде. В тең болады амплитуда көбейтілген омега. Бұл максимум жылдамдықтың формуласы. Амплитуда қаншаға тең? Ол 7-8-ге тең. Ойбай, 78 сантиметр деді ғой бағана. 78 сантиметр. Ол бізде 0,78 метр екен. 0,78 метр. Енді омегашы, ол бізде 2π бөлінген т. 2 көбейту 3/14, ал т ол бізде 3/14 шықты. Мынау мен қысқартса 2 шығады. Сонда мынаны 2-ге көбейтуіміз керек қазір. Жылдамдық табу үшін. 0,78-ді көбейтеміз 2-ге. 1/56 шығады екен. Сұрақ бар ма? Мынау негізі дайын формасы. Бұл негізі теңдеуден шыққан. Максимум десе, онда синус косинусын алмаймыз деп айтқам сендерге. Сұрақ болса қойып алайық. Осы жерде. 23 плюс, егер сұрақ болмаса. Жылдамдықтың максимумы А көбейтілген омега деп табылады. 24. Гүлназдың тепе-теңдік жағдайда үлкен ауытқу бұрышы дейді. Окей, бұл да қатты қиын емес. Просто былай ойлайық. Ол былай қарай ауытқып кетті. Ол ауытқудың мынау ұзындық бар емес па? Ол бізде 2,5 метрге тең. Ал былай қарай ауытқуы амплитудасы. Ол бізде 0,78-ге тең. Сонда мына бұрыш табу үшін не істеймін? Қарсы жақтан катеттің гипотенузаға қатынасын қолданамын. Ол бізде синус береді. Яғни синус дегеніміз қарсы жақтан катет 78-дің бөлеміз 2/6-ға. 0,78-дің 2/6-ға қатынасы 0 екен. Ал енді альфаның өзін тап десе, сен арк синус 0,3 деп аласың. Сұрақ бар ма? Мына жақта енді дәлме-дәл жоқ екен. Мен 2/6 деп қойып оны келісім сұраймын. 0,78-ді бөлеміз біз 2/5-ке керісінше. Сонда 0,312 болады екен. 0,312. Мынауда 0,312. Онда бізде Д жауабы дұрыс болады. Д жауабы дұрыс болады. 0,312. 25-те. Егер әткеншектің тербелісін гармоникалық тербеліс ретінде қарасақ, оны жылдамдығын уақытқа тәуелділік графигі дейді. Енді өздерің білесіңдер, жылдамдықтың теңдеуі мынандай бізде. А омега синус омега т плюс фи нолевой. Енді әрине А омеганың орнына бағанағы жылдамдықты қоя салсақ болады. Себебі оны тауып қойдық қой біз. Міне А омеганың орнына біз 1/56-ны қоя аламыз. Сонда 1/56 синус омеганың орнына не қоям? 2 қоям. Себебі пи мен пи қысқарып кетті жаңа. Міне көрсете салайын. Міне. Сонда 2t болды. Фи нолевой бізде жоқ, бастапқы несі жоқ. Фи нолевой бізде жоқ. Сосын 1/56 деген бізде мынау Е жауабы дұрыс болады. Так, сұрақ бар ма? 25 плюс егер сұрақ болмаса. Онда сұрақ болмаса. Так, түсіндік дейсіңдер. Ал енді мен сендерге сұрақ қояйын. Неге таңбалары минус болып тұр бұл жерде? Жауап беріп қойыңдаршы. Неге таңбалары минус? Егер сізде плюс болып берілетін болса, онда неге қайсысын белгілейтін едің? Егер плюсте болса, минуста болса. Көрдік па? Біз тек қана санарға ғана жатып алғанбыз. Ал таңба, мағына дегенге сәл нашарлауымыз. Айта кетейін. Өздерің білесіңдер, жылдамдықты табу үшін бізде қалай шығаратын еді негізінде? Жылдамдықтың X-тан туындаламыз, дұрыс па? Енді өзің ойлашы, біз қазір сонда мына жылдамдықты шығару үшін біз X-тан туынды алып тұрмыз деген сөз ғой. Ал енді кімнің туындысы синус? Математикада кімнің туындысы синус? Ол косинус. Бірақ косинустан туындалған кезде ол минус синус шығады ғой. Сосын мынау алдында минус тұр негізінде. Түсіндік қой, значит, бұл жерде қозғалыстың жылдамдығы, қозғалыстың теңдеуінде косинус тұрған басында деген сөз. Түсіндік қой, басында ол косинуста, синуста тұра береді.
Енді 26-ға барайық. Массасы 60 килограмм адам 5 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп, сол бағытта 1 метр секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатқан 20 килограмм арбаға секіріп мінеді дейді. Адам мінгеннен кейін арба жылдамдығы дейді. Бұл жерде енді серпімді соқтығыс, серпімсіз соқтығыс, яғни екеуі қосылып кетеді. Міне М1 бізде 60 килограмм, В1 бізде 5 метр секунд. 1 метр секунд жылдамдықпен кетіп бара жатқан дейді. В2 бізде 1 метр секунд, М2 бізде 20 килограмм. 20 килограмм. Так, енді не істейміз? Сол бағытта деп тұр, онда формула бойынша екеуі қосылады. М1 В1 плюс М2 В2 ол тең болады М1 М2 жылдамдық болды. Осылайынан болады. Сонда 60 көбейтілген 5 қосылған 1 көбейтілген 20 тең болады. Массалар бізде 60 пен 20 қосылады. Жылдамдық. Сонда мынау бізде 300 болады. Мынау бізде 20 болады. 320 тең болады 80 В тең 4. 4 метр секунд деген ол бізде 400 сантиметр секунд десек те болады. Немесе H жауабын белгілесек те болады. Сұрақ бар ма? Кімде сұрақ бар 26-да? Негізі бұны километр сағатпен де алып көрейік, себебі жауабын толық белгілемесек болмайды. Метр секунд километр сағатқа айналдыру үшін 3/6-ға көбейтемін деп айтқам. Сонда 3/6-ны көбейтеміз 4-ге. 14-ке 4 міне. G жауабы да дұрыс болады негізінде. Егер бақыламай кетсек, онда қате болып қалатын еді. 27. Газға изохоралық қыздыру кезінде 5 килоджоуль жылу мөлшерін берді дейді. Газдың жұмысы мен ішкі энергиясының өзгерісі дейді. Изохора десе, естерінде болсын, бізде көлем тұрақты, ал ол кезде жұмыс жоқ. Сонда жылуымыз тек қана дельта Уға тең болып қалады. Сондықтан жұмыс жоқ бізде, А тең 0, ал дельта Уымыз ол қанша жылу беріледі, сонша ішкі энергия болады, яғни 5 килоджоуль. Ішкі энергия кәдімгі Д жауабы. Д мен А жауабы болады. Д мен Е жауабы. Келесі. 28-де. Өткізгіш сымның көлденең қимасы арқылы 1 минутта 6 көбейту оның 20 дәрежесі бос электрон өтеді дейді. Мінекей, Т тең 60 секундта N бізде 6 көбейту оның 20 дәрежесі бос электрон өтеді дейді. Тізбектегі тоқ күші дейді. Қараңыздар, тоқтың формуласы бізде негізінде Q бөлінген Т. Неге ондай? Себебі Q-дің өзінің формуласы бар. Q тең ит деген. Осы жерде I табатын болсаң, Q бөлінген Т болады. Ал Q деген, ол бізде электрон мен оның санының көбейтіндісі. Яғни электрон берілсе, сендер ойлап қалмаңдар, заряд табылмаймыз деп. Ол өте оңай заряд табу. Сонда мынаның орнына қоятын болсам, I тең болады EN бөлінген Т. Немесе сендерге кезінде айтқанмын. Ит тең болады не деп. Осы жерде I тауып жатырмыз біз қазір. Сонда I тең 1-де 6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі. Көбейтеміз. Так, Е дегеніміз жаздық, N 6 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі. Бөлеміз. Уақыт. Уақыт бізде 60. Мына мен мынау қысқарады 10. Мына мен мынау қысқарады 10-ның 19 дәрежесі, дұрыс па? И мына мен мынау кетіп қалады. Сонымен 1-де 6-ның өзі қалды бізде жауап. Сұрақ бар ма? 1-де 6-ның өзі қалды. Ол бізде 1600 миллиампер болады и H жауабы болады. 28 плюс. Түсінікті. Кетті 29-ға орайғанымыз. Серіппеге ілінген массасы 200 грамм шардың циклдік жиілігі мынандай дейді. Серіппенің қатаңдығы мен тербеліс периоды дейді. Килограмм шардың циклдік жиілігі дейді. Циклдік жиілік деген мынандай. 10 пи радиан секунд. Серіппенің қатаңдығы мен тербеліс периоды дейді.
m тең мынандай формула бар бізде. К бөлу m деген. Ұмытпасақ. Орнына қоятын болсаң. К-ны табылсақ осы жерде. К деген. Так, ол бізде сонда. К-ны түрлендіріп болсам омега квадрат. Тең болады К бөлінген m. Осы жерде К-ны табылсам, мына екеу көбейеді. Сонда К тең омега квадрат m. Омега квадрат деген ол 100. Көбейтілген пидің квадраты ол да 10. Көбейтеміз. Массамыз бізде 0,2. Сонда мына екеу бізде 2 болады. 2-ні 100-ге бөлсек 200. Сонымен қатаңдық бізде 200 екен. Міне д жауабы. Ал енді период табу десе, омега тең 2 пи бөлінген т деген формула бар ғой. Осы жерде т-ны таба алатын болсақ, 2 пи бөлінген омеганың өзі. 2 пи, ал анау 10 пи. Қысқаратын болса 0,2. Сұрақ бар ма? Болды. Басқа жауап жоқ сияқты мына жерде 29-да. Аха, DH дейсіңдер, дұрыс. 30-да енді. Радиолокатор 1 секундта 2000 импульс таратады. Радиолокатордың барлау қашықтығы дейді. Так, импульске қатысты формула бізде. Так, ондай формула бізде бар ма негізінде? Оны интернеттен қарамасақ болмады. Что-то импульске байланысты. Жылдамдығы. Так, импульске байланысты формула. Негізі ол теорияда жоқ, мен сендерге үйреткен жоқпын. Бірақ есептерде келіп жүр. Импульске байланысты мындай формула келіп жүр. 2000 импульс тара өз осына есеп бар еді, интернетте сондай атақты формуласын қаласын. Так, 2000 импульс секундта импульсізден басқа нәрселер шығып жатыр. Жарайды. Значит, біз таппадық бұл жерде. Радиолокатор деп тесек шығады негізінде. Радиолокатор. О, міне, осындай есептер. Қараңыздар, мынандай формула бізде. L максимум тең болады СТ бөлінген 2N. Осын жазып алайықшы. Жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі бөлінген 2N. L деген бізде енді орыстарда L деп белгілейді. Бізде S қой кәдімгі. Сонда мынандай болып тұр ғой бізде формула. S тең СТ бөлінген 2N. СТ деген кәдімгі ол жолдың формуласы. Негізінде эхолоттың формуласын білесіздер ма? Эхолоттың формуласы ол бізде С көбейтілген Т бөлінген 2 еді, дұрыс па? Сонда просто N ол астында жазылып тұрады екен. Бөлініп жазылады екен. Негізі N обычно көбейтіп жазылады ғой. Бұл жерде бөлініп кеткен. Сонда X тең 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі 1 секунд деген жазылмайды. Жарайды, жазып қоя салайық. И 2000. 2 көбейтілген 10-ның
3 дәрежесі. Мынамен қысқарады 1,5, мынамен қысқарса 10-ның 5 дәрежесі. Немесе 150 мың. 150 километр. Немесе 0,15 мегаметр десек бола ма? Болады онда. Так, мыналарда болып басқа жауап жоқ екен. Сұрақ бар ма 30-да? Мынау формуланы жаттап ала салайық. Бұл қарастырылмады негізінде конспектлерде. 30 плюс түсінікті болса. X бар ғой ағай дейді. Дұрыс қой. Ананың X бар ғой, иә? Дұрыс. Тағы да X бар, онда мынаны 2-ге бөлінеді. Онда 75 мың болады. В жауабы болады. 750 деген болмайды. И мынау болады, иә? Сұрақ бар ма енді? Мен кеттім ғой. Кеттік келесі. Ал, мынаны қараңыз енді. Түтіктен дейді. Түтіктен аққан судың кіші бөлігіндегі жылдамдығы. Үлкен бөлігіндегі су жылдамдығы 2 метр секунд дейді. Бізге кіші бөлігіндегі жылдамдықты сұрап тұр, иә? S1 бөлінген S2 ол бізде 9 бөлінген 4. Ал енді маған не дейді? Кіші бөлігіндегі жылдамдықты тап дейді. V1 бөлінген V2 осы жердегі маған үлкен бөлігіндегі жылдамдық, яғни үлкен деген V1 деп алайықшы. V1 ол бізде 2-ге тең болып тұр. Енді маған V2-ні сұрап жатыр. Қалай ойлайсыздар, бұл жерде қандай қатынас болады? Негізінде қысымға байланысты негізі бұл тақырып. Қалай ойлайсыздар? Менің ойымша мынандай болады. Егер бізде жалпы аудан мен жылдамдық бір-біріне қарама-қарсы, дұрыс па? Егер ауданы көп болса, яғни труба бізде үлкен болса, онда жылдамдық аз болады. Ал керісінше труба тар болса, жылдамдық көп болады. Сондықтан бұл жерде егер S1 бөлінген S2 ол бізде 9 бөлінген 4 болса, онда V1 бөлінген V2 ол бізде керісінше 4 бөлінген 9 деп аламыз. Солай алуға болады. Сонда V1 деген бізде 2 ғой. 2 бөлінген V2 ол бізде 4 бөлінген 9. Орнына қоятын болсақ, V2-ні тапсақ, 2 мен 9 көбейтемін, бөлемін 4-ке. Тең болады, 4,5 болады екен жауап. Сұрақ бар ма? 4,5 деген бар бізде. H болады, F болады, и километр сағатқа айналдырсаң 3-6-ға көбейтеміз, иә? 4,5 көбейтілген 6. 16-та 2. G жауабы болады екен. FGH. Сұрақ бар ма 31-де? Бір сағат 8 минут алдаппыз. 4 есеп қалды, иә? Жалпы көлемі 90 литр, температурасы 30 градус ванна дайындау үшін дейді. Ойбой, мынандай есеп енді концентрация есебі. Жалпы көлемі 90 литр, температурасы 30 градус ванна дайындау үшін 15 градус салқын су мен 60 градус ыстық суды араластырады. Қысқасы мөлшерлерін тап дейді. Мынандай форма бар бізде. Так, қандай еді? Ойбай, форманы ұмытпағансың ғой. Мынандай форма. Орташа температура ол тең болады. S1 M1 T1 қосылған S2 M2 T2 бөлінген S1 M1 S2 M2. Осындай формула бар еді бізде. Енді осы жерде негізі сыларды алып тастасақ болады. Себебі екеуі де бірдей зат болса, араластыратын нәрсең, онда сыларды алып тастауға болады деп айтқам. Сондықтан да мыналармен алып тастаймыз. Және бізде енді ағай масса берілмеген ғой, көлем берілген десеңдер, біз көлемді де қойып қоя саламыз орнына. Мынау V1, мынау V2, мынау V1, мынау V2 деп. Не үшін десеңдер, себебі бізде массаның формасы қандай еді?
массаның формасы жанында тығыздығы бар. Бірақ тығыздықтары бірдей ғой барлығының. Сондықтан қысқарып кетті деп ойлаймыз. Сонда кім қалды бізде? Дегеніміз ол бізде орташа температура 30 градус. 30 градус ол тең болады. В1 дегеніміз ол бізде жоқ қазірше. Сол үшін давайте V1-ді X деп алайық. Ал V2-ні Y деп алайық, ыңғайлы болу үшін. X көбейтілген T1 бізде 15. Y көбейтілген 60. Бөлеміз M1 M2, яғни V1 V2. X қосылған Y. Мынау былай көбейтіледі. Сонда 30X қосылған 30Y тең болады 15X қосылған 60Y. Барлығын 15-ке бөліп жүрейік. Сонда 2X 2Y тең болады X қосылған 4Y. X былай өткізсек, X тең 2Y болып қалды. Енді ол түсінікті ғой. Барлығының қосындысы 90 болу үшін әрине мынау кім болу керек? Бұл 2Y болса, сонда 3Y тең болады 90, Y тең 30. Біреу 30 болса, біреу 60 деген сөз. Сұрақ бар ма? 60 литр және 30 литр деген В-Д жауаптары болады. Мынау орташа температураның формасын қолдандық. Келесі 33. Жазық айна өз өсінен 20 градусқа бұрылғанда шағылған сәуленің бастапқы шағылған сәуле бағытынан ауытқитын бұрышы дейді. Өз өсінен 20 градусқа бұрылғанда дейді. Негіз бұны 40 деп жауап берсек те болады. Немесе 10 деп жауап берсек те болады. Неге? Себебі қараңыздар міне. Мынау айна болсын. И примерно мысалға алайық. Мысалы түскен сәуле бізде 40 градус болсын. И шағылған сәуледе не болады? 40 градус болады. Енді өз өсінен 20 градусқа бұрылғанда дейді, бірақ ол қайқа бұрылғанын айтпаған ғой. Сол үшін ол бізде жоғары қарай бұрылды десек. Міне. Онау ортада тұрғаны былай қарай кетеді. Яғни перпендикулярымыз. Сонда мынау түскен сәулемен, мынау сәулемен. Мынау перпендикулярның арасы бізде не болады? 20 градусқа артып кетеді. Бұл дегеніміз шағылған сәуле бар ғой. Ол да 60 градус болады. Себебі түскен сәуле 60 градус болса, значит шағылған сәуле де 60 градус болады. Сонда шағылған сәуленің бастапқы шағылған сәуле бағытынан ауытқитын бұрышы қанша екен? Бастапқы. Так, мен что-то маяқтан миым ашып қалды ғой. Тоқтай тұрыңдар. Так, тоқтай тұр. Что-то қазір 1 минут. Ойбай. Мінекей. Мынау былай қарай түсті. 40 градус болсын. И мынау айнаны 10 градусқа көтерейік. 20 градусқа. 20 градусқа көтерсек, мынау ені де былай қарай кетеді. Так, бастапқыда ол былай қарай кетіп тұрады 40 градусқа. Бірақ енді ол не істеді? Бірақ енді ол мынау енді 20 градусқа бұрылды ғой былай қарай. Сондықтан мынау құрметті оқушылар, менің ойымша бұл бұрылады 20 градусқа тағы да ары қарай. Или олай емес па? 20 градусқа емес, бізде шағылу бұрыш болса, мұнайық. Қараңыздар. Достар, бізде бастапқысын өшіре салайықшы, мына соңғысын. Бастапқысы тұра берсін. Бастапқысы мынау қызылмен тұрған. Так, одан кейін қазір мен сарымен бояйын. Егер мынаның арасы бізде 60 градус болатын болса, онда дальше тағы да 60 градус болу керек. Яғни былай қарай бұрылу керек. Бірақ енді мынау сәулемен мына сәуленің арасы қанша градус болды? Оны білу үшін мынау перпендикуляр бар ғой. Перпендикуляр мен мынау екінші, яғни алыста тұрғанның арасы бізде 60 градус. Ал перпендикуляр мен мынау сызықтың, яғни бастапқы сызықтың арасы 20 градус.
сонда 40 градусқа бұрылған екен. Дұрыс, 40 деген жауап дұрыс айттық біз. Ал енді айнаны былай қарай түсіреді деп ойласақшы. Яғни басында былай тұрды да. Енді былай қарай кетіп қалды. Айнамыз. Ол кезде жақындайды. Ол кезде 10 градусқа жақындай ма бізде? Себебі мынау 20 градусқа былай қарай бұрылатын болса, так, бұрынғы сәуле мына жақта тұр. Что-то миым ашып қалды. Так, 40 деген бір жауапты таптық біз. Енді былай қарай көтергендегісін табайықшы. Соны тапсақ болды, жетеді сол. Мынау бастапқы айна. Мынау бастапқы сәуле болсын. 40 градуспен түскен. И ол 40 градуспен былай қарай кетеді. Енді екінші айнаны салайық. Былай қарай 20 градусқа бұрылған. Оныкі енді былай қарай тұрады. Дұрыс па? Яғни былай 20 градусқа бұрылды. Сәуле енді перпендикулярмен 20 градус қана жасайды арасы. Онда шыққан сәуле былай қарай кету керек. Сондықтан бұрынғы сәуле мен қазіргі сәуленің арасы бәрі 40 градус екен. Онда 10 градус деген болмайды жауап. Только 40 градус қана болады. Все. Түсінікті. 10 градус деген болмайды, 40 градус. Немесе мен оптиканы өткен кезде де айтқам. Есепте егер қанша градусқа бұрылды десе, онда жауап одан 2 есе болады. Яғни 40 градус болады. Мен просто былай төмен қарай бұрған кезде онда азаяма деп ойлап қалдым. Сөйтсем азаймайды екен, бәрібір сол 40 градус болады екен. Келесі 34. Трансформатордың бірінші реттік орамдық кернеуінің максимал мәні 283 дейді. U1 бізде 283 максимум өлшеу бұл. Екінші реттік орамдағы кернеудің әсерлік мәні U әсерлік. Ол бізде 400 вольт. Енді екінші реттік орамдағы орам санының бірінші реттік орамдағы санына қатынасы. Қараңыздар, бізде екеуі екі түрлі болып тұр да, біреуі максимум мән, біреуі әсерлік мән. Біз бірінші әсерлік мәнін тауып алайық мынаны. Әсерлік мәнін табу үшін просто 283-ті бөлеміз. Так, керісін сұраймын. Керісінше көбейтеміз тұбырасы текке. Немесе мынандай форма бар бізде. Дұрыс. Бөледі екенбіз. Керісін сұраймын тағы. Что-то шатасып жатырмын. Себебі мынандай форма бар. Әсерлікті табу үшін не істейміз? Максимумды бөлеміз тұбырасы екке. Сонда 1/41-ге бөлсек 283-ті бөлеміз 1/41-ге. 200 болады екен просто болғанда. Енді сонда U2-нің U1-ге қатынасы нені береді? 400-дің 200-ге қатынасын береді. Немесе ол 2 болады жауап. Сұрақ бар ма? Бізде енді шатаспас үшін тағы бір көре салайық. Трансформатордың кернеулері. Мен ойымша біз қателескен жоқпыз деп ойлаймын. Так. U1 бөлінген U2, N1 бөлінген N2 болады. Просто біз не үшін... мін тұр, міне. Қараңыздар, міне. N1 бөлу N2, ол U1 бөлу U2 болады. Яғни, сандары бір дейді. Просто сандары әртүрлі болса өздерің білесіңдер қате болып қалатын. Яғни, ол кезде 0,05 болады жауап. Просто бір есептен қателессең 2 балл кетейін деп тұр да бұл жерде. Так, басқа жауап жоқ, 2 дейді. Енді соңғысы 35. Сібермелі контур конденсатордың сыйымдылығы 15 есе аз. Тағы бір конденсатордың себептері жалғанады дейді. Контурдың резонанстық периоды қандай болады. Қараңыздар. Телемелі контурдың сыйымдылығы. Бір сыйымдылық бар екен. Оған тізбектегі жалғанады десе, қалай қосылады? Екіншісі 15 есе аз. Яғни С бөлінген 15. Тізбектегі жалғану деген сөз. С жалпы дегеніміз ол бізде С1 көбейту С2 бөлінген С1 қосылған С2. Немесе
мынау тең болады 1 бөлінген с1 қосылған 1 бөлінген с2. Біріншісіне қоя салайық. С көбейтілген с бөлінген 15, с қосылған с бөлінген 15. Так, мынаны былай бүйтіп қоя салайық. С квадрат бөлінген 15, ал мына жерде 15-тен берсек, маған 15-тен болады 16 с. 15 15 кетеді, с мен с кетеді. Сонда с бөлінген 16 екен. Бұл дегеніміз жалпы сыйымдылық 16 есе азайды деген сөз. Ал енді контурдың резонанстық периоды, яғни Т тең 2 пи түбірасында LC емес па? Онда периодта кемейді қаншаға? 4 есе. 4 есе кемейді, немесе 75%-ға кемейді. 4 есе кемейді деген сөз мысалы 100-ден 25-ақ қалады ғой. Ал бізге ол дегеніміз 78%. Көбісі 4 есе деген 25% деп ойлайды, ол қате. Так, сұрақ бар ма? Ал бітірдік. Енді бір аяқтауды басшы берсек. Көрейік, біз бағана қайсысы еді? Сұрақ бар ау деген есептеріміз. 11-ші есеп есінде бар болса, и 19-ші есеп болу керек. Иә, мына 19-ші есеп біз Д дегенбіз. Ал кеттік онда. Аяқтайық. 12 балл. Мінекей, құрметті достар, құрметті де қадірменді оқушылар, 45-тен 45 жинадық. Алған әсерлеріңіз қалай енді? Пікірін жасап алайық. И жіберіп қояйық группаға. Мінекей, құрметті де қадірменді достар, 45 жинадық деп. Так, біз мына жаққа жібереміз. 45-те 45 болдық. Қалдауын сақтап жіберем. Енді мойындау керек. Мен де андай супермен емеспін, дұрыс па? Бір-екеуін көріп алдық интернеттен. Просто олар көп қайталанбайды, сол үшін қарап-қарап шығарамын. Ал сіздер жаттап алыңыздар негізінде. Сұрақтар болмаса онда аяқтаймыз.